Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге кабачкидан өте дәмді болып шығатын рулеттің жасалу жолын ұсынамын. Менімен бірге болыңыздар. Кабачкиіміздің сыртын тазалап болғаннан кейін осындай жұп-жұқа бөліктерге кесіп аламыз. Содан кейін шым-шым тұз сеуе отырып, жан-жағына жаңағы тұзымызды шашып аламыз. Өте көп сеуіп жібермеңіздер. Шамалы ғана болса жарайды. Ендігі кезекте жұмыртқамызды шағып, жақсылап тоғытып аламыз. Мінекей байқасаңыздар, кабачкиіміздің суы шығып тұр. Енді осы кезде біз ұнымызға домалатып алатын боламыз. Айналасының барлығы ұнға тиетіндей етіп, доскамызға теріп шығамыз. Алдын ала салмасын дайындап қойсаңыздар болады. Үккіштің жіңішке бөлігінен ірімшігімізді өткізіп аламыз. Содан кейін 2 тісше сарымсақ және көк пияз аздаған укроппен жақсылап жұқалап тураймыз ұсақтап. Ірімшіктің үстіне салып, майонезімізді қосып, араластырып бір шетке қойып қоятын боламын. Дәмі кіріп, өте керемет болып шығады. Осы салмамен дайындап көріңіздер. Енді жұмыртқамызға манағы дайындалып тұрған кабачкиімізді сала отырып, қызып тұрған майда орташа отта қызартып пісіріп алатын боламыз. Барлық жеріне жұмыртқаның тегіс тиюін қадағалаңыздар. Сонда сіздердің кабачкиіңіздің жаңа корочкасы деп айтамыз ғой, өте әдемі алтын түстес болып шығады. Екінші бөлігінде қызарғанша пісіріп аламыз. Одан кейін шанышқының көмегімен алып, қағаз майлыққа орналастырамыз. Себебі артық майының барлығын жаңа біздің салфеткамыз сіңіріп алатын болады. Барлығын дәл осында етіп пісіріп аламыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Әсіресе ірімшікті салмамен жасап көруге кеңес беремін. Достар, мінекей біздің кабачкиден жасалатын рулетіміз дайын болып жатыр. Салмамызды алып, барлық жеріне жететіндей етіп жағып шығамыз. Және ортасына қызанақтың кесіндісін салып орайтын боламыз. Өте дәмді әрі керемет болып шығатын кабачкиден жасалатын тіске басарды менімен бірге дайындап көруге кеңес беремін. Ірімшікпен қосылған салма өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Жасап көріңіздер. Достар, мінекей біздің рулетіміз дайын болды. Дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шығады. Сіздерге ұнаған болса арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Замира. Келесі кездескенше сау болыңыздар.